Kolday. Bәрі өз қолымызда қолдаса, жеңеміз, өзгертеміз. Қолымызда Жамалдықма демократия партия қолдайық. Партия болсын, көше партия болсын, ДБК болсын. Бәрі партияны қолдауға атсалысайық, бірлесейік. Bir tudun астына, көк tudun астына жиналайық. Жастар, халқым, бәріміз бірлесейік, бірігейік, жеңеміз. Halk için bize gitti. Onday talapten geldi. Ал жалпы Тоқаевтың жақында жолдауында жер сатылмайды деп айтты ғой. Жер сатылмайды деп айтылады. Бүкіл халық қарсы жер сатылуға. Сатылмайды, шетелдіктерге жалға берілмейді. Қарсымыз, бүкіл халық, қазақ халқы қарсы. Рахмет. Биліктегі өзге адамдар бұны демократияға қадам реформа деп сипаттаған. Меселдер бүлікке жаңасы қазір Сақалыдағы жиындарда қазір адамдар жиналып жатыр. Біздің қазағымыздағы артистерді қолдайық. Макс Токаев ағамызды қолдайық. Барша халқым демеу керек, рух керек. Макс Токаев бауырларымызға, артистердің бәріне бостандық. Халқым сол үшін демеу керек. Руыда қамаса бірге барайық. Сол жерде митинг ашуға дайынбыз. Халқым бірлесейік сол үшін. Артистерге бостандық. Жағдайымызды біліп отыр, көріп отыр, 100 мың алу арызымызға құлақ аспай жатыр. Қараңыз, халықты естіңіз бір уақыт. Болды олигарх байлардың жағдайын жасай бергеніңіз, халықты ойлаңыз. Халық сізді ертең көтереді. Халық, шығыңыз халық жағына. Жаныңыз ашын. Қазір сағат 11-ге қарай бастаймыз. 11-ден сәл өте бастаймыз. Адамдар кешігеді, кішкене 11-ден сәл өте бастаймыз. Енді жаңа заң ешқандай ол бір жаңағы митингке рұқсат беруге, митингті бір өткізуді жеңілдетуге әсер ететін заң емес. Барлығы өтірік заң. Мысалға қараңыздар, осы жерде бізге бірнеше рет ескертіп айтты, егер 1000 адамнан астам адам жиналса, біз онда жаңа қалған адамдардың барлығын таратамыз, олар жаңағы үйлеріне қуамыз, бұл митинг заңсыз болып табылады деп бірнеше рет айтты мысалға. Одан кейін жаңағы шектеулі уақыты болу керек, анау көптеген кемшіліктер бар. Сондықтан бұл жаңа заң ешқандай бір митинг өткізуді жеңілдетпейді. Сол баяғы рұқсат беру. Мысалға митингтер туралы заңда бір ғана
митингке өткізуге мүмкіндік бермесе, қазір 12-15 талабы бар. Өтіп тоқтатып тастауға. Сондықтан бұл барлығы бойынша заң, өтірік заң, сол биліктің ыңғайына жасалған заң. Бірақ біз ресми түрде ескертуді шештік болса өткізіп көрейік. Мүмкін жаңағы ешкім ұстамаса, қудаламаса, адам көбірек шыға ма, өздерінің талаптарын қоя ма деп. Сондықтан біз осындай ескерту формасы өткізіп жатырмыз. Мен банктың қызметкерлерімен де сөйлестім, кездестім. Өйткені мына осы Қазақстандағы ең ірі банктарды басқаратын адамдардың өздері осы мәселені талқылап отыр. Мен ол өздеріне де сұрақ қойдым. Мысалға, қаншалықты мүмкін деп. Әрине, бұл банктердің өздеріне олар айтады, бізге өзімізге тиімсіз дейді. Өйткені банктер енді өздерінің мүддесін қорғайды, түсінікті. Бірақ экономикалық жағынан әбден мүмкін нәрсе. Экономикалық жағынан. Өйткені осы уақытқа дейін 2008-ден 2020-ға дейін 10 триллионнан астам ақша алды банктер. Көмекті алды үкіметтен. Ал енді сол ақша қайда мысалға? Неге сол ақшаны қайтармайды, ол бір. Екіншіден, ұлттық қорда ақша бар деп жатыр. Айтып жатыр, осы бір жылдың ішінде Тоқаевтың әртүрлі әлеуметтік жобаларына 2 триллион теңге бөлеміз деп жатыр. Бірақ ол ақша қайда кетеді? Қандай бағдарламаға жұмсалады? Қандай жобаларға жұмсалады? Барлығы жұмбақ, жоқ болып кетеді. Бізде мысалға өткенде көрсетті ғой, мына төтенше жағдайдың кезінде 14,5 миллиард долларды біз бөлдік деді, 14,5 миллиард долларды. Ешкім көрген жоқ ол ақшаны. 42.500 теңгеден берген көмегінен басқа ешқандай халыққа ол пайдасы тиген жоқ. Сондықтан мынау несиелік амнистия нақты халыққа көрсетілетін көмек. Ол экономиканы қуаттандыруға да көрсететін көмек. Сондықтан мүмкіндік. Сондықтан ол әбден мүмкін нәрсе. Қанша миллионға дейін? Біз енді миллион болғаны бұл жерде мынау ешқандай кепілі жоқ несиелер, залоговый займы дейді. Содан кейін жаңа микро несиелерді айтып отырмыз. Міне осы 5,5 миллион халықтың 4,4 триллион теңге осындай несиелік борышы бар екен. Соны кешіруді айтып отырмыз. Сондықтан ана жаңа популизм дейтіндер, бұл дұрыс емес дейтіндер, неге кеше жекеменшік банктерге көмек көрсеткен кезде, неге сендер біреудің банкісіне көмек көрсетесіңдер? Неге сендер ұлттық қордан, қазынадан алып жекеменшік олигархтарға, байларға көмек көрсетесіңдер деп біреу шыққан жоқ қой. Ал енді халыққа көмек көрсету керек кезде бұл популизм дейді, басқа дейді. Мысалға, кеше 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап Монғолияда бүкіл зейнеткерлердің несиесін кешірді. Грузияда кешірді. Барлық жерде болып жатқан нәрселер. Сондықтан бұл популизм емес, бұл нақты халыққа керек көмек деп есептейміз. Отанын сатқан опасыздардың, қандасын қалаған қанағатсыздардың қараулығынан қорғасын. Нұрсұлтан Назарбаевтың 30 жыл диктатурына жасаған жауыздығын, қазақтың жерін пас-талқанын шығарған диктаторлықтан құтқарсын. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа аманатсыздық осы халықтың атын жолдаймыз. Алла тағала жар болсын. Осы қазағымның жерін жұдырықтай жұмылып, бүгінгі адалдық, ақиқат, әділет, шындық деп шырылдап жүрген азаматтардың Алла тағала жар болсын. Қазақтың ұлтырақтай жерін жау дұшпанның табанына таптатпаймыз. Ата-бабамыздың аманаты аруағымызды қолдасын. Алла тағала жар болсын. Раббым Алла қолдаушымызда, қорғаушымызда, сыйынарымызда, сүйенерімізде бір өзің Алла. Арғы бергі өткен ата-бабаларымыздың аруағы келем-кем өміруге пәрмен мұрсаттана бере көр Тәңірімізді. Алланың жолын таңдаған, ақиқаттан таймаған, ел басына күтуған, есталай кездерде халқының қамын ойлаған, Маңғыстауда Пірбекет, әулие Батыр Райымбек, Бақадыр Жалаңтөс, Қаракедей Қабанбай, Хан Жуалы Бөгенбай, Керей менен Жәнібек, Кенесары Наурызбай, Жанғожа, Сырым, Ер Есет, Көтібар Батыр, Жампоз, Жайсаң аталарым, Алмат менен Самұрат, Исатай, Мәди, Махамбет, Амангелді Оспан, Бекболат, Желтоқсандық Қақарман Батыр ерлерім, Қайратым мен Ерболым, Қарабура, тек тұрмас әулие әмбие пірлерім, келем жебеп жәрдемет. Бар уақытта әулие батыр баба пірлерім қолдай көр, тәле-жәледен қорғай көр, қайдан дүкен жол беріп, қазақтың сапарын Алла қолдай көр. Халықтарыңыз плакатпен мына жақ шығыңыздаршы.
Kabul olsun. Allah kabul etsin. Rahmet nazarlarınızda. Ya şetke çıkar ben. Şetke. Rahmet. Haydi. Rahmet. Tabii canım. Allah jar olsun. Allah'ın avuzga salganını aytып atыр. Ayıpta verme. Ya durun. Ana dronda tutup aldı, dronda fotoğraf. Kaydı mı saat? Adam kutlarım vurur. Bürodan mı? Büro paprava bir şey oluyor. Sol ötken жылғы 19 marttan beri жазылған жер жөнінде басқа талаптарды көрсетіп, сөйленген мынау Қазақстанда бір палаталы депутаттар жетеді. Оны екі палаталы депутаттың керегі жоқ. Сөйленген мынау ассамблея дегенді тарату керек, ассамблеяның керегі жоқ. Memleketin bıçaktan akşasın tek kana tık duruş oturup cep yatır. Misal üçün manav Kazlop'taydı alayık. Halkka, elge, jokka paydası yok. Onu solay adamlardı taratı gerek. Osu menin aytarım. Cevap verdi mi Atakay? Sosun 19 Mart 2019'dan beri 5 ret kaçardık. Tokay'dan sonra birevine de cevap gelgen yok. Son menin aytarım. Asılınız aytın. Afyon'un Beken Kokuşulu. Azap көрермендері мұнда бүгін ел шақыратын шайысымен қатысатын деген оқыдан бөлек шайысымен дегенде Қайта жалдап тұрған қалайық. Bu kişilerge de verilmedi. Şunlar жерді satқызбаймыз деп. Мен міне 80-нен асқан кісімін. 9-шы жылдан бері 4 рет қол аяғымнан ұстап мәшинеге салып полицияға алып барды. Ештеме істей алмайды. 3-4 сағат ұстайды, қоя береді. Korkmanдар qarqalarım, yerlerinizi satqızmanдар. Қазір халқымыз кедей, халықтың 80% кедей, қазақ халқының. Жерді сатса, ертең әлгі қазақ аталарымыз айтып кеткен. Кедейді кедей қылса қайыршы туады деп, келесі ұрпағымыз қайыршы болады. Сондықтан жерді сатқызбаңдар қарғаларым. Ал енді нақты шетелдіктерге сатылып кеткен жерлерді білесіз бе? Атай аласыз ба? Мен атай алмаймын. Мен өзі ауыл адамымын. Ат жөніңіз ашық. Жылдан артық совхозда істеген кісімін. Главный инженер болдым. Ал біздің сол жерлер, ең жақсы жерлер уже сатылып кеткен. Біздің енді орысқа сатылды, орыстар алды. Мен өзі Қарағанды облысынан бұл. Атынан айналайын Қарқаралы деген жердікім. Сол жердің барлығын
Bұрынғы директорлер, әлгі авкомның нелері барлығы сол жерлерді алып алды. Өзіңіз таныстыра кетсеңіз. Мен Алдабаев Ережеп деген кісі боламын. Жасым 80-де қажымын, Меккеге барғанмын. Сол мен міне Талап жер шетелге 25 жылға жалға берілмесін деген земельный кодекстен сол заңды алып келді. Сол тақырыппен Мақсат Тоқаев мысалға 2016-дан бері Бостандығын шектеліп тұр. Осы талаппен бүгін осы Алматыға келді. Шымкенттен келдім. Не үшін Шымкентте митинг болып жатыр ғой? Екі рет әкімшілікке ескерту тасталында, біріншісінде тоқтатылды, екіншісін тағы берген, оған да рұқсат бермеді. Ескертті, бірақ рұқсат бермеді. Біздің талабымыз сол, жалға берілмесін жер. Мынау халықтың ешесі кешірілсін береді. Сол талабымыз сол. Жалпы Тоқаев билікке келгелі бейбіт митингілер туралы заңға бір жоқ, Тоқаев өзгеріс енгізілді ме? жоқ, Тоқаев айтты, бірақ әр облыс Тоқаев айтқан емес, әр облыс өз республика сияқты. Мына Алматы берді, Семей берді, Ақтөбе берді, Қарағанды берді. Шымкент, Тараз, басқа облыстар бермеді. Не себеп деп айтты әкімдік? Әкімдік карантинге байланысты. Барлық жерде карантин бірақ. Міне біз Қазақстан бәріміз осы 17 республика сияқты облыс емес. Бірізділік жоқ. Бірізділік жоқ, ол жаңағы бір облыс береді, бір облыс бермейді. Сол маңымызда еміз айтамыз деп келді. Қазақ қашан оянады, қазақ қашан алаңда қаламын айтар болады. Сол кезде ғана намыс қорғады, сол кезде ғана елдің тұрып көтереді, сол кезде ғана басқа өкілдері қазаққа үмітпен қарайтын болады. Сол кезде ғана қазақ тілінің деңгейі артады, қазақ тілінің мәдениеті артады. Ал біз құлдықтанамен ешқандай мемлекет бола алмаймыз. Молодцы, большой халк, рахмет, Алла риза болсын. Ертең ұрпағымыз құл болған кезде өкініште қалмай ағайын. Ертең ұрпағымыз
Қазақ деген еңбектің қою, бұл 30 жыл жасаған Нұрсұлтан Назарбаевтың диктатурасы жалғасуда. Нұрсұлтан Назарбаевтың жасаған опасыздығы бұнда. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгін біз 13 қыркүйек күні бейбіт түрде митингке шығып отырмыз. Қазір енді мына өзіміздің жиынымызды менің Қазақстанымнан бастайық. Бұл 86 жылы жастардың гимні болды. 86 жылы диктатураға қарсы шыққан, тоталитаризмге қарсы шыққан жастардың айтып шыққан әні сол Шәмші Қалдаяқов, Жұмекен Нәжімеденовтің сөздеріне жазылған, өлеңіне жазылған, соны орындайық. Бәріміз бірге айтайық ағайын. Sağında dağlan var, sabırlı kölüm var, karan var, jaran var, olsun da yerim var. Kırılgan vakıttın beşerge dosunday, bizдің ел бақытты, bizдің ел осындай. Менің жерім, өмір болып, егілемін, жарым болып, өмірімін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Қадірлі ағайын, енді біз бүгін 13 қыркүйек күні бейбіт түрде мына митингке шығып отырмыз. Қазір мынау билік осы митингке біз рұқсат бердік. Осы митинг заң бойынша өтіп жатыр. Көрдіңіздер ме, Қазақстанда қандай демократия деп айтқысы келетін болар. Оның барлығы бос сөз. Ешқандай демократия жоқ. Ешқандай бейбіт жиын еркіндігі жоқ. Міне барлығын жан-жақтан қоршап тастаған. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Ана шектеу, мына шектеу. Сондықтан бұл енді біз бірақ мына халықты бүгін ұстамасын, халыққа ешқандай қысым жасамасын, көшеге шыққан азаматтарға қудалау жасамасын деп ескерту жасап, ескерту формасында өткізіп отырмыз. Рұқсат берді деп айтпаңыздар. Мына журналистер айтып жатыр. Рұқсат берілген митинг дейді. Рұқсат беру, біз сұрамаймыз рұқсатты биліктен. Рұқсат халықтан ғана, рұқсат Құдайдан ғана. Ал біз тек ескертеміз. Шығамыз қалай болғанда да. Сондықтан бүгін осы алаңға шықтық, ертең басқа алаңға шығамыз. Біз енді мынау қандай мәселелерді көтеріп отырмыз. Өздеріңіз білесіздер. Мынау Назарбаевтың билігі өздерінің 5-6 банкісіне үнемі қолдау көрсетіп келе жатыр. 2008 жылдан бастап 2020 жылға дейін 5-6 банкке, ішінде Назарбаевтың отбасы мүшелері барлығы, Кулебаев, Машкевичі бар, Утемуратов бар, басқалары бар. 10 триллион теңгеге жуық көмек алды. Ал қарапайым халық қазір қиналып отыр. Қарапайым халықтың жағдайы өте қиын. Жұмыссыз қалып отыр, табыссыз қалып отыр. Пандемия кезінде бірде-бір көмек көрсеткен жоқ мемлекет. Біз көріп отырмыз. Америка Құрама Штаттарында қалай көмек көрсетіп жатыр. Әрбір азаматқа $1200 көмек көрсетеді. Әрбір балаға $500 беріп жатыр. Франция, Германия, барлық мемлекеттерден нақты көмекті көрсетіп жатыр.
Біздің Қазақстанда 90 доллардан береді, ол күніне 3 доллар. Ең Африканың кедей мемлекеттеріне берілетін көмек. Бұл нағыз масқара емес па, дұрыс па? Сондықтан біз қазір осы қарапайым халыққа несиелік амнистия жариялансын деп отырмыз. Анау банктерге көмек тоқтату керек. Берілген көмектің барлығын қайтарсын. Халыққа нақты көмек көрсетсін. Несиелік амнистияны жарияласын. Несиелік борыштарды кешірсін. 2 триллионды Тоқаевтың әртүрлі жобаларына бөлеміз дейді. Осы 3 жылдың ішінде ұлттық қорда мүлдем ақша қалмайды деп отыр. Сонда қайда кетеді ол ақшаның барлығы? Ол ақша тағы да талан-таражға түседі. Ол ақша тағы да офшорға кетеді. Ол ақша тағы да Кулебаевтардың, Машкевичтардың қалтасына түседі. Тағы да Назарбаевтың отбасының ақшасы қалтасына түседі. Сондықтан қарапайым халыққа көмек берсін. Қарапайым халықтың несиесін кешірсін. Ешқандай популизм емес бұл. Бұл кәдімгі бүгінгі өмірден алынып отырған бағдарлама. Мынау Грузияда сондай бағдарлама қабылданды. Монғолияда сондай бағдарлама қабылданды. Басқа да елдерде қабылданып жатыр. Сондықтан біз мына халыққа несиелік амнистия жариялану керек деген бастаманы көтеріп отырмыз. Осы мәселені біз соңына дейін жеткізуіміз тиіс. Дұрыс қой, қолдайсыздар ғой? Сондықтан біз осы мәселені көтердік. Кеше 100 мыңға тарта Қазақстан азаматының арыздарын апарып тапсырдық Ақордаға. Әлі күнге шейін ләм-мим деп отырған жоқ. Әлі күнге шейін жауап беріп отырған жоқ. Неге? Өйткені билік тек қана бір нәрседен қорқады. Халық көшеге шығудан қорқады. Енді көріп отырсыздар. Бүгін енді әртүрлі себептерге байланысты біз ойладық. 3 мың, 4 мың, 5 мың адам шығатын болса, мәселе бүгін шешілетін ағайын. Бүгін осы жерде шешілетін. Көріп тұрсыздар ғой, тікелей эфирде қазір таратып отыр осы жиынды. Анау жаңағы Тоқаев қарап отқан болар, басқалар қарап отқан болар. Олар ойлап отқан болар, жаңағы міне көрдіңіздер ме, халық көп шығып жатқан жоқ. Яғни біз мынау бассыздықтарды жалғастырамыз, әділетсіздіктерді жалғастырамыз, ойымызға келген жасаймыз деп. Оның барлығы бос сөз. Халық керек болса бір күнде көтеріліп кетеді. Анау Беларусьтан кім ойлады? Лукашенкоға қарсы 100 мың адам шығады деп. Ешкім ойлаған жоқ. Аяқ астынан басталып кетті. Сондықтан кез келген революциялық жағдай, кез келген өзгеріс аяқ астынан болатын нәрсе. Біздің қазақта мықты. Қазақта көтеріледі бір күні. Дұрысқа көтерілеміз ғой енді. Сондықтан мынау осындай бейбіт жиындар, митингілер бұл алда болатын өзгерістерге жасалып жатқан дайындық. Мынау үйренуіміз керек. Қазір халық бізді көріп отыр тікелей эфирден. 100 мың адам көріп отыр қазір. Көрсін халық. Ешкімді тұтқындап жатқан жоқ. Ешкімді ұстап жатқан жоқ. Митингке шығу ешқандай қылмыс емес. Митингке шығу ешқандай басбұзарлық емес. Мына көп адам ойлайды, митингке шыққан адамдарды қамайды екен, түрмеге отырғызады екен, барлығын жаңағы апарып құртады екен деп. Халық көре беру керек. Осындай митингілер арқылы көру керек. Бүгін 500-ге тарта адам шығып отырмыз. Келесі жолы мен ойлаймын 1000 адам, 2000 адам, 3000 адам осылай міндетті түрде көбейіп қатармыз. Осылай ақырында біртіндеп халықты үйрете беруіміз керек деп есептейміз. Мынау тағы бір үлкен мәселе біз көтеріп отырған ол жер мәселесі. Ертең жер кодексінде көрсетілген жер шетелдіктерге 25 жылға жалға беріледі деген бапқа мораторийдің уақыты аяқталады ағайын. Сол кезде автоматты түрде қазақтың жері шетелдіктерге жалға беріле бастайды. Біз қазақтың жерінен айырылғалы тұрмыз. 25 жылға жалға берді деген сөз, басы бүтін берілді деген сөз. Қытайға 25 жылға жалға берсе, ол кетпейді өмірі. Осы жерде Чайна тауындарын салады, қалаларын салады, экспансиясын бастайды. Көріп отырсыздар ғой, елшісі қазірдің өзінде біз Қазақстанда ешқандай түрлі түсті төңкер жасатпаймыз, ешқандай революция жасатпаймыз, Қытайдың әскерін кіргіземіз деп отыр. Ондай елшіні Қазақстаннан қуу керек. Дұрыс па? Анау Жан Сяо деген кету керек. Ол елші емес, ол жаушы. Ол қазаққа қарсы жау болып отыр. Сондықтан біз осы елшінің Қазақстаннан кетіруді талап етеміз. Осындай міне талаптарды қазір көтеріп отырмыз. Енді келген жиналған азаматтардың барлығына 1000 рахмет. Жексенбі күнге қарамастан біраз адам келіп отыр. Алматының жан жағынан келіп отқан азаматтар бар. Бұл митинг соңғы митинг емес, бұл тек қана басы. Сондықтан жалғастырамыз біз осы митингілерді.
Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біздің ұлттық намысымыз, елдік мүддеміз қашан қорғалады? Ол тек алаңда ғана қорғалады. Біз 30 жылда осыған көзіміз жетті. Үндемей бұлып қалып жатқанды себебімізден бізді кез келген ұлт өкілдері немесе Қытайдың елшісі, жаушы болған елшісі ұлттық намысымыз аяққа таптап жатыр. Ішкі саясатымызға араласып жатыр. Бірақ биліктің тарапынан ешқандай оған жауап беріп жатқан жоқ. Ал біз үндемей отыра беретін болсақ, бұл ары қарай асқына береді, ауру деңгей береді. Біз қашан бас көтереміз? Біз қашан бас көтереміз? Қашан елдің рухын көтереміз? Қашан алаңға жиналамыз? Сол кезде ғана орындалады талаптар. Несиелік талаптар болсын. Және жерді жалға берілген болсын. Және жаңа Қытайдың елшісіне қарсы наразылықтарды тек қана алаңда ғана ескерте аламыз. Ал басқалай Тоқаев кеше айтты үндеуінде, біз мемлекетті халықты еститін үкімет құрамыз деді. Бірақ ол халықты естімейді, тек алаңда ғана естиді. Алаңда тек халық көп көлемде жинағанда ғана естиді. Санаулы халықтың үні ол жоғарыдағы басшыларға ешқандай бармайды. Ал қазір мен осы халықтың елдің рухын көтеру мақсатында өлеңдер жазған болатын, соның үзінділерін сіздерге оқып берейін. Ассалаумағалейкум арма елім, нұржеден көңілі қалған елім, өлең менен жеткізіп жан дертімді, елдің жайын бір жырлап қалмақ едім. Мазалайды бұл күнде санамды ойлар, қазағым кез келді ғой шамаңды ойлар. 30 жыл өтті міне ояныңдар, еліңді тонап жатыр қараң байлар. Жеріңді ұрпақ үшін қорғамасаң, қайта келіп қорғамас табанбайлар. Қиянат көріп жатыр қанша жандар, қанға бөкті елімде қаншалаңдар. Макс пен Атабекті айтар болсам, қапаста отыр әділдік аңсағандар. Билер айтқан билікшіл адам емес, әділетсіз жүйеден шаршағандар. Бөлінбей, тізе қосып бірік қалып, алаңға шықпайды ел бүлік салып. Жерімді қысып көзден қорғағандар, қылмыскердей кетеді құрықталып. Еркіндікті қалаған қазақ жайлы сөз айтыңдар, байыбын біліп барып. Қаларсың көш соңында ілеспесең, ұрпақ үшін бүгінмен күреспесең, ел ертеңі не болмақ ойланыңдар. Жер дегенде жүрекпен тіретпесең, құлшылықпен Құдайға ұнағанмен, қол жайып әрекетсіз сұрағанмен, ақиқат айқындалмас алыспасаң, әділдік орнамайды жылағанмен. Өршуде ұрықты өрте, өзектеніп, намысты көтерейік, езетпелік. Саясатты дәл қазір ұғынбасақ, қаламыз орта жолда кезектеріп. Сынайтқыш әділдікті қалағандар, алдымен айтар сөзді саралаңдар. Несиесі халықтың кешірілсін, бұл талап негізсіз деп санамаңдар. Банктың боданына айналғанды, кер жалқау, масылдыққа баламаңдар. Халықты несиеге мәжбүр қылған, сыншыл болсаң, билікті қаралаңдар. Банктерге сұраусыз қаржы бөлген, әділ болсаң, билікті табалаңдар. Ұлттық қордан тек пайда көріп жатыр, бай манап, қазақ елін қанағандар. Халықтың халы қазір мұң шертіп тұр, білген келсе, ел үшін аралаңдар. Жұмысынан қысқарды қанша адам, оны да ескеріңдер данажандар. Қазіргі қиын шақта талабымыз, орынсыз ба айтыңдар, ал адамдар. Ойланыңдар, ойран салмақ елімде кім, жат жұртқа жерің жалға берілмесін. Ұлтарақтай жерананы ұрпақ үшін қорғайып, енжар болмай, өмірге тым. Құлықсыз болсаң егер құл боларсың, жат басынар біздікке бөлімгесін. Өкініште қалмау үшін ертеңгі күн барша жан бүгін шығар жол іздесін. Қазаққа тән қайсарлық танытайық, келер ұрпақ құлдыққа жегілмесін. Енді келесі сөзді мен Сағидолла Мергенбаев ағамызға бергім келеді. Мына осы Алматы облысы Маловодный жақтардан еңбекші қазақ ауданынан арнайы келіп отыр осы митингке. Өзіңіз тыңдайық, желтоқсаншы. Ассалаумағалейкум, қалайық. Бұл жерде өздеріңіз естігендей үлкен өзекті мәселелер көтеріліп жатыр. Соның бірі жердің мәселесі. Жер деген ол халықтың қазынасы, жердің иесі халық. Бұл жердің иелік етуге ешқандай келіп атқан биліктің ешқандай құқы жоқ. Билік келеді, кетеді, халық қалады. Сондықтан да қалайық.
жерден айырылсақ біз бәрінен айырыламыз. Жер біздің тұғырымыз, тұғыры жоқ халық, ол халық емес, ол өшкен халық. Сондықтан да жеріміздің әр ұшпағына, атадан қалған аманатқа бәріміз ие болайық. Екінші мәселе мына несие мәселесі көтеріліп жатыр. Несие мәселесі ол от болып жанып тұрған мәселе әр отбасының басында бар. Халық неге несиеге мәжбүр болады алуға? Өйткені халықта жағдай жоқ. Соны өзінің еңбегімен, күшімен өндіріп алуға. Әйтпесе біздің халық өте еңбекші халық. Сол халыққа жағдай жасап, осы 30 жылдан бері халыққа завод, фабрикалар салып беріп, өндіріс орындарын, ошақтарын халықтың қолына берсе, біздің халық бұндай жағдайға душар болмас еді. Оны бәріңіз біліп отырсыздар. Сондықтан да халқым, бұл несие кешірісі деген құр жерден алынған жағдай емес. Бұған биліктің кешірем десе қолында тұр. Тек қана оларда құлық жоқ. Сондықтан да өзіміздің құқығымыз үшін әр отбасы болып, үйде бұғып жатып алмай, мына осында шыққан азаматтар сияқты, осында жиналған азаматтардың бәрін батыр деп атауға болады. Өздерінің құқықтарын қорғауға келген, қорықпай, өзінің адам екенін дәлелдеп. Үшінші мәселе мына басқа ұлттардың бізге жасап жатқан экспансиясы. Бұл жерде ол Қытайға байланысты, оны өздеріңіз білесіздер. Қытай елшісінің біздің басымыздан асып, белімізден басып, басынып отырғаны. Бұндайға ешқашанда жол бермеу керек. Бізге неге олар осынша белімізден басып отыр? Өйткені біз әлсізбіз. Қарызбыз. Әлсізбіз. Неге? Әлсіз билік халқын қорғай алмайтын. Халқы өзінің құқын қорғай алмайтын. Сондай жағдайға жеттік, халқым. Неден бұғамыз, неден қорқамыз? Ане жеріміз кетіп баратыр. Міне өмір бақи жіпсіз байлап қол қылды несиеге. Осыменді керегі ол аздай кеп, міне кеп, шеттен келіп, қайдағы бір қаңған біреулер кеп бізге өздерінің отауыштың отау тігіп, өздерінің өкілеттігін жүргізгісі келеді. Осыменді біздің күткеніміз. Сондықтан халқым, көтерілетін уақыт келді. Сіздерге ешкім айтпайды, көшеге шығып, анан өртеп, мынан өртеп, біреуді өлтіріп қиратыңдар депші. Біз заңды түрде, демократиялық түрде өзімізді құқығымызды қорғауымыз керек. Осы естеріңізде болсын, ертең кеш болады. Қазір әр секунд қымбат. Осыны жан-жақта жүрген жерлеріңіз болса, туған туысқандарыңыз болса, болашақ ұрпақ үшін, өзіміз үшін болмаса да болашақ ұрпақ үшін, ертеңде қазақ елі деген аттың өшпеу үшін келгендеріңізді дәлелдеңіздер, халқым. Бұл жерде ешкім өз үшін жер сұрап кеп тұрған жоқ, осы отыр. Болмаса маған несие бер 2%-бен деп. Бұл жерде барлық ел үшін, халқымыз үшін бір жерде шығайық. Ауызбіршілігіміз бір болсын деп. Жанболат ол шырылдап өз үшін жүрген жоқ қой, мысалы қарап тұрсаңыздар, осыны ұйымдастырып жатқан үлкен рахмет. Осындай азаматтарымыз көп болсын. Осында келген қозғалыстың, жаңадан құрылып жатқан партияның жетекшілеріне, мүшелеріне үлкен рахмет. Сіздер шықсаңыздар, демократиялық партия сіздердің бір жақтарыңызды әрқашанда қолдаушы болады. Осында келген өзіміздің халқымыз сіздерге үлкен рахмет. Осындай жүректеріңіздің батылдығына, беттеріңіздің ашықтығыңыздарға, өздеріңіздің құқықтарыңызды қорғайтындарыңызға. Өйткені сіздердің балаларыңыз, болашақ ұрпақтарыңыз сіздерге рахмет айтатын болады. Қатыстарыңызда үйлеріне шықпай бұғып қалғандар, сол кезде өкінетін болады. Сіздердің балаларыңыз, осындай ағаларым бар, бауырларым бар, әке-шешем бар деп қуанатын болады. Әрқашанда жүректеріңіз таза болсын. Өмірдегі ең күрестің ең құдіреттісі ол ел үшін, халқың үшін. Күресіміз әрқашанда жалғаса берсін. Рахмет сіздерге. Алға қазақ. Келесі сөзді осы демократиялық партияның мүшесі Абзал Достеровқа беремін. Ардақты ағайын, Әлихан Бөкейхан атамыздың сөзі бар. Алысып жұлыспайынша бостандықтың атынан мінбейміз. Әйелдеріміз, қыздарымыз күңдіктен, ерлеріміз құлықтан босамайды деген сөзі бар. Демек, алысып жұлысу керек. Бұл сөзді мен неге айтып отырмын? Біз демократиялық партия осы халықтың мұң-мұқтажын мұңдап барлық шараны өткіздік.
карантин уақытында бір адамдық пикетті де өткіздік. Кеңседе отырып, сенбі жексенбі демалмастан онлайн түрде қыздарымыз қабылдап, бір айдай отырып, 100 мыңдаған адамның арыз талап мұқтажын жинадық. Алып барып, елдің аманатын Ақордаға барып өткіздік. Енді міне, митинг ұйымдастырдық, бейбіт жиын, ешкім қудаланбайтын жиын. Халықтың еншісінде қалған, халықтың белсенділігіне байланысты. Сондықтан құрметті ағайын, пұш-пұш әңгімеден, құр сөзден іске көшетін уақыт келген әлдеқашан. Сондықтан баршаңызды, қазір тікелей эфир жүріп жатыр, үйінде отырып қарап отырған адамдарға да, осы жердегі ағайындарға айтарым, белсенділік керек. Біз барлығына дайынбыз. Біз бүкіл жауапкершілікті мойнымызға алып, кез келген шараны өткізіп жатырмыз. Халықтың белсенділігі өте маңызды. Сіздер сабырлықпен көнбестікті шатастырмаңыздар. Шүкіршілікпен тоғышарлықты шатастырмаңыздар. Ұлттың мүддесінен ұтылып жатқан кезде, халық тоналып жатқан кезде, қайдағы сабыр, қайдағы шүкір. Шүкір мен сабырдың орны болады ағайын. Елдің мұңдау керек, жоғын жоқтау керек ағайын. Әрине түсінеміз. Біз халықты кінәламаймыз. Тіпті қазір мыңға жетпесе, бұл халықтың кінәсі емес. Бұл Назарбаев жүйесінің халықты түрлі діни ағымдарға бөліп тастап, өңірге бөліп тастап, түрлі саяси күштерге, топтарға бөліп тастап, барлықтарын оралман деп, ана жақтан келген оралман, мына жақтан келген оралман деп, ұруға бөліп, трайбализмді өршітіп, осы халықты басын қоспай отырған Назарбаев билігі. Бірақ әр нәрсенің уақыты бар. Ағын судың да тоқтайтын жері болады. Назарбаев жүйесінің де күні таяу. Оған сіздердің белсенділіктеріңіз керек. Сіздердің елмен жұмыстау керексіздер. Сіздер әрбір аналарымыз, үлкен кісілер болсын, жас болсын, өздеріңізге тиесілі міндетті атқару керексіздер. Өйткені әрбір кезеңде ұлттың мүддесін қорғау сол кезеңдегі ұрпаққа міндет береді. Бізге ауыз ашудың керек емес, шетелге, басқа шетелдің қайраткерлеріне, о Саакашвили мықты, анау мықты деп. Елім дейтін, ұлым дейтін ел болмаса, елім дейтін ұл қайдан шығады дейді. Сондықтан баршаңызға белсенділік керек. Сондықтан мен бір қысқаша өлең оқып жіберейін. Көп адамдардың жүрегіне сілкініс берер деген үмітпен. Сен қазақсың, қазақ деген ел бөлек, қазақ салған соқпақ бөлек, жер бөлек, киіз үйі жер секілді жұп-жұмыр, шаңырағы күн секілді дөңгелек. Сен қазақсың, бір Алланың құлысың, адамға адам құл болған күн құрысын. Сен қазақсың, байсалдысың, тектісің, білімдісің, айбарлысың, ептісің. Мына жерге мұрагерлік, иелік, ата-баба аманаты деп түсін. Сен қазақсың, қазақ болдың туғанда, онда мына дүние тағындан үлгі алда. Ата жұрттан, ана тілден айырылма. Төменде жер, төбемде күн тұрғанда. Сен қазақсың. Келесі сөзді осы Қытай экспансиясына қатысты, жер мәселесіне қатысты Рысбек Тоқтасынға беремін. Ассаламалейкум, армысыздар ағайын. 30 жыл бойы Назарбаев билігі мынау ауылдың болашағы жоқ деп, ауылды құртты алдымен. Ең бірінші ауылды құртты. Ауылдан халық босып қала кетті. Сонымен енді бос жатқан жерімізді қайту керек, бұны тиімді игеруіміз керек. Ауыл шаруашылық жерін тиімді пайдалануымыз керек деп, енді шетелдің инвестициясын тартуымыз керек дегенді айтып отыр Тоқаев мырза қазір. Жер шетелдіктерге сатылмайды дейді. Мәселе сатылуда емес. 25 жылға егер Қытай жалға алатын болса, 25 жылдан кейін ол жерді біз қайтарып алу мүмкін емес. Мәселе сатылуда емес. Ол жерді Жапон, болмаса неміс келіп алса тағы бір басқа. Ол жерге қазір мынау Қытай көзін алатып отыр. Себебі Назарбаев президент болып тұрған тұсында Қытайға барып келген сапарында осы мәселені көтеріп келді. 1 миллион гектар жерді қытайлықтарға жалға беруге келіскен. Содан бастап міне халық көтерілді, соның арқасында 5 жылға мораторий жарияланған еді. Енді міне ол
мораторийдің бітуіне 1-ақ жыл уақыт қалды. 1 жылдан сәл асатын уақыт. Әлі күнге дейін ол бапқа 24-ші бапқа өзгеріс енгізілген жоқ. Міне, егер біз жерімізді қытайлықтарға жалғалатын болсақ, Қытай қазір көріп отырсыздар, қаншама қазақтың қыздары Қытайға тиіп жатыр. Ертең ол келеді, Қытай өзі жалғыз келмейді, инвестор Қытай. Ол өзінің отбасын, бала шағасымен келеді. Ертең күні бізден жиендер туады одан. Құдалар боламыз, құда жекжет боламыз. Міне қазірдің өзінде көріп отырсыздар. Қаншама қазақтың азаматтары сол Қытайларға құл болып отырған. Қаншама Қытайдың компаниялары бізде қазақтың азаматтарын өздеріне құл ретінде ұстап отыр. Қытайдың тобырына дейін, аспазына дейін өздерінен алып келеді. Ал қазақтың азаматтарына бір 100 мың теңге айлық береді, 100-150 мың. Өздерінің жаңағы аспаздарына дейін неше мың доллар айлық төлейді. Міне бұл әділетсіздік. Қазірдің өзінде біз Қытайға құл болып отырмыз. 50%-дан астам қазба байлығымыз қазір Қытайлықтардың қолына өтті. Bir мемлекеттің байлығының 50%-дан асқанда, ол мемлекеттің тәуелсіздігіне қауіп төнеді дейді екен, мына әлемдік тәжірибеде. Ал біздің қазба байлығымыздың қазір 80-90% шетелдіктердің қолында. Біз инвестиция тартамыз деп жүріп 30 жыл бойы бүкіл байлығымызды шетелдіктердің қолына беріп болдық. Енді ауыл шаруашылық жеріне инвестиция тартамыз деп жүріп, мына бүкіл жерімізден айлық қалмасақ егеді. Сондықтан ағайын, шығыңыздар, үнімізді білдірейік. Ата бабамыздан аманатқа қалған жерімізді келер ұрпаққа басы бүтін аман тапсырайық. Ол сізбен біздің қолымызда. Біз бүгін айтпасақ, ертең өкініш болады. Ұрпақтың алдында өкінеміз. Ертең ұрпақтың алдында қарамет береміз. Ертең ұрпақтың алдында қарамет болмайық десек, бүгін үнімізді айтайық. Бүгін үнімізді шығарайық. Үйде диванда жатпайық. Әлеуметтік желіде отырып қана қалмайық, мына көшеге шығайық. Біз қашан көп боламыз, көшеге шығамыз, сол кезде бізді билік тыңдайтын болады. Билік бізбен санасатын болады. Дұрыс. Сондықтан келесі митингілерде бұлай емес. Мына 3 миллион халқы бар мегаполис Алматыда 3 мың адам, 30 мың адам шықпасақ, бұл ұят, намыс. Бізді бүкіл әлем көріп отыр, бүкіл тікелей. Бұл қазаққа жер керек жоқ па деп отыр. Қазағым, жер керек емес па бізге? Ертең ұрпаққа қай бетімізбен қараймыз? Не деп айтамыз? Сондықтан айналай қазағым, жер үшін шығыңыздар, тіл үшін шығыңыздар. Мынау алға бүкіл Назарбаевтың банктерде жыл сайын триллиондаған теңге көмек береді. Үлкен арығалық компанияларға міне осы жыл 6 триллион теңге бөлді. Соның 114 миллиарды ғана денсаулық сақтау министрлігі игеріпті. Қалған 5-те 888 триллион теңге қайда? Қайда кетті ол? Судың ба сұрауы бар дейді адамдар. Сұрау болу керек, әр нәрсенің сұрау болу керек. Сондықтан ағай сұрай білейік. Жыламаған балаға емшек жоқ деген. Айтайық, осылай күнде шықсақ артықтық емес. Ай сайын емес, апта сайын поста митинг жасасақ артық болмайды ағайын. Дұрыс. Сондықтан үнімізді білдірейік, бар екенімізді. Мына биліктің халықтың қолында екенін білейік. Халық негізгі биліктің иесі халық болу керек. Мына билік халықтың қызметшісі ол. Айлық алып отырған. Сондықтан айналайын қазағым, бірігейік. Анау мынау деп бөлек уақыт пыш-пыш айтып әңгіме айтудың уақыты емес мынау қазір. Мынау сын сағат тәуелсіздіктен ертең айлық болуымыз мүмкін. Алла сақтасын оның бетінен. Қытайдың экспансиясы қазір өте қатты күшті жүруде. Ол барлық жағынан, ол мәдени жағынан да, экономикалық жағынан да, саяси жағынан да бізге экспансиясын күшейтіп отыр. Өйткені ол сыймай жатыр. 1,5 миллиард халқы. Қазақ азық-түлік бере алмай жатыр халқына. Сондықтан жерімізді қолғайық. Ол біздің жерімізге көз алартып отыр. Жүсіпбек Аймауытов айтқан атамыз. Қытайдың саудасынан қорқыңдар дейді. Ол сауда жасап жүріп талай елді жаулаған дейді. Ол ешқашан ашық соғыс ашпайды қазір. Қазір заманда ашық соғыс ашпайды. Ол сауда жасайды. Жерімізді жалға алады. Қызымызды алады. Пара береді біздің мына жемқор билікке. Қазір барлық жобаны Қытай атқарып жатыр. Біздегі жолды да сол жасап жатыр. Бәрін солар істеп жатыр. Өйткені олар пара бергіш, 77 атасынан бері сол пара берумен, қыз берумен елді жаулап келген. Сондықтан ағайын, бірігейік, бас біріктірейік. Әрдайым осылай белсенділікке бірігіп, осы келген азаматтарға, ағайындарға Алланың нұры жаусын. Келесі жолы әрқайсыңыз бірден екіден туыстарыңызды ерте келіңіздер. Көбейейік. Көбейсек қана біздің үніміз жетеді. Баршаңызға рахмет. Алла разы болсын. Жарайсыңыз, Ассалаумағалейкум, қазақ елі, Аты-жөнім Нұрбол Байтелек. Біздің мемлекетіміздің жерін шетелдіктерге жалға беру алғашқы рет 2009 жылы көтерді. Сол уақыттан бері осы күнге дейін
Қазіргі билік жерге шүйлігіп қарап, жерді беріп жіберуге дайын тұр. Мына Назарбаевтың жүйесі жемқорлықтың шегіне жетіп, мемлекеттің тоз-тозын шығарып, елді тентіретіп жіберіп, елге басқа істеген ешқандай еңбегі жоқ. Мына алдағы жылда жарияланған моратория біткен соң, жерді Қытайға 25 жылға жалға беретін болса, онда біздің қазақ халқының алдында тарихында үлкен қасірет күтіп тұр. Олар мұнда 100 мыңдап кіреді. Өздерінің өнімін өңдейтін завод, фабрикалар салады. Өздерінің мектептерін ашады. Өздерінің қалашықтарын салады. Әртүрлі қитұрқы істер жасайды. Болды. Сонымен жерде басқа да солардың меншіктері болып қалады. Билік тарапы болсын, күш құрылымдары болсын, олардың күнделікті іс-әрекетін шектеп, қадағалап ұстап тұра алмайды. Қытай билігі қазір бүгін күнде біздің мемлекетімізге үстемдігін жүргізіп жатыр. Осал көрші емес, күн санап экономикасы өсіп жатыр. Әлемдегі ең алпауыт мемлекет болып тұр. Ертең өздерінің қолдарымен ұйымдастырып қақтығыс жасаса, олардың күшіне төтеп беретін бізде әскер жоқ. Халқымыздың саны аз. Қару-жарақтарымыз ұрланып, сатылып бітуге айналды. Патриоттық сезіміміз төмен. Әрине, қазір халық, ел қалай бала-шағаны бастап деп, кредитімізді, мойныңға ілген кредитті қалай төлесек деп, басқа ештеңе ойлана алмайтын жағдайға жеткізді билік. Билікке осылай халық мәңгүрт болып, өз басымен өз қайғы болып жүрген оларға тиімді. Қазір барлығымыз бірінші кезекте өзіміздің әлеуметтік жағдайымызды ойлаймыз. Бірақ жерімізге, ұлтымызға қауіп төніп тұрғанда есімізді жинап, мына жемқор билікке шетелдік жер шетелдіктерге бермес деп, соның ішінде Қытай халқына жер бермес деп, қазақтың талабымызды айту керекпіз. Қалайық, бізде бірақ отан бар. Отанымыздың жер, біздің жеріміз, Назарбаевтың жеріміз, Тоқаевтың жеріміз, басқаның жеріміз. Кішкене тарихқа үңіліп қарайықшы. Тарихымызға кішкене үңіліп қарайықшы. Тарихқа кішкене үңіліп қарайықшы. Қанша ғасырлап осы жерде бізге бабаларымыз жерімен, жанымен, кешегі соңғы бабаларымыз ат қайраткерлеріміз бізге осы жерді өз өмірлерін құрбан етіп осы жерді бізге қалдырды. Енді біз не жерді көретін қауіпсізге береміз ба? Жарайындар, жарайды. Біздің ұрпағымыз қазақ болып, осы жер тұрғанша халық болып тұру керекпіз. Неге соншалықты қорғансыз өзден жерді қорғауға шыққан? Қорықпаңдар ешқандай. Жерді қорғау үшін адам алдымен өзінен сұрау керек. Мен қаншалықты мен жерді қорғауға дайынмын деп. Мен өзінен сұрадым, мен қаншаға дайынмын. Жерім үшін мен жанымды құрбан етуге дайынмын. Қайшеге болсын, қашан болсын. Бізде бірақ жеріміз бар. Барлығы жердің асты, үсті, қалан-жарақаттар сатылып бітті. Енді осы жерімізді қорғайық, барлықтарыңызбен талап жасауға шақырамын. Сайлау Лепесовке береміз. Ассалаумағалейкум ағайын. Адалдық, ақиқат, әділет, шындықтан шырылдап келген түліктерінен айналдым қазағым. Мына біреулер бүгін аз деп тұр адам. Аз емес, әрқайсысы қолына татитын жалпылық қазақтың адам азаматтарын алып тұр. Барлығына Алла өмірін алсын. Қазақтың жерін Аңғайдың үкімет, комплектің үкімет қорғап, ұрпағына аманат қылып қалдырған қасиетті киелі жерімен кетіп бара жатыр. Қытайдың экспансиясына 30 жыл елде қазақты қуырып, жерін жаудың қолына сатқан Нұрсұлтан Назарбаевтың диктаторлығы шегіне жетті. Жойқын апат үстінде тұр отанымыз.
соны қорғау үшін жинап тұрмыз барлығымыз. Манадан бері сөйлеп айтып жатқан азаматтардың барлығына қосылып жатырмын. Үйде отырған азаматтардың да біреуін оянып жатыр. Сондықтан жерде заңсыз кедейлендіріп, шетелдің барлығына қолына беріп, елге халықты топ-топын шығарып, 200 миллиард долларды шетелдің банкіне салып қойған Нұрсұлтан Назарбаев қазақтың қас жауы. Ол қазақтың қанынан жаралған адам емес. Ол қазақтың жауы. Біреу қазақтың қасиетті ұруы шапыраштыдан қанып тұр. Шапыраштыдан қадағат етсін Назарбаев. Шапыраштыдан қазақты арасына салып ол қазақтың қаны емес, қазақтың жауы. Сондықтан елімізді, жерімізді мына Қытай экспансиясы қорғайық бауырлар. Алладан болсын. Амин. Қазақтың күйіне орын берейік, қазақтың бір күйін тыңдайық. Ой, молодец. Алмақшау, келет. Қақпас дегір оны. Қары қақпас. Haydi! Üç! Haydi! Bırak kazak! Son burası! Çak! Üç! Barış! Haydi! Bırak kazak! Bana da burası! Bugün ruhlu kazak! Келесі сөзді осы оппозициялық қозғалыстарда 97 жылдан бастап келе жатқан Қайрат Ердебаев азаматқа берем. Мен сіздерге мына Қасым-Жомарт Тоқаевтың жаңағы ауыл әкімдерін сайлау деді ғой. Біз балама жоба ұсынғымыз келіп отыр. Бір-екі идея бар. Ол ең бастысы, біз халық оған мықты болуымыз керек. Біз жауапкершілікті өз мойнымызға ала білуіміз керек. Үй салғанда фундаментке темір қосады, арматура қосады, тас қосады, цемент қосады, мықты болу үшін. Үстіне сесна пойыз қосады. Қабырға ажырамасын, фундамент кетпесін деп, үй ыдырамасын деп. Сосы идеяны мен сіздерге ұсынамын, талқылаңыздар, елге жеткізіңіздер. Ұнаса қолдаймыз деңіздер, ұнамаса онда айтыңыздар. Бірінші мен ұстаным дегенім ауылдан бастау керек. Ауылдан әкім сайлаймыз деді ғой. Жарайды, біз оны қолдайық. Бірақ та оның тегіне қарайық.
иманына қарайық, адалдығына қарайық, адами қасиетіне қарайық. Сөйтіп қана сайлайық ол әкімді. Ауыл әкімі сайланды ма? Қазақтығына қарайық. Ауыл әкімі сайланды ма? Сол аудандағы ауыл әкімдері бірігіп, жауапкершілік солардың мойнына ілейіктағы, олар аудан әкімі сайласын, өздері бас қосын. Аудан әкімдер бас қосаттағы облыс әкімі сайлайды. Бұл балама жоба, бұл билікті түгелдей тамырымен қопарып көзін жоюдың жолын балама жобасының бірі ғана. Ал енді полицейлер айтады, оны да сол ауылдан бастап, ауылдың участковыйын бастап, оның тегінде иманына арына қарап, сөйтіп аудан, облыс басшыларына де сөйтіп сайлауға болады. Тек қана солай ғана біз бұл өтпелі кезең бола ма, ары қарай кете ма? Ең бастысы мына жүйені түгелдей тамырымен жою. Және бір орынсыз бола ма, орынды бола ма, қазақта айтады ғой, кет дегенде ит те кетті. Ұранымыз 16 желтоқсанға дейін уақыт берейік. Тоқаевқа да, Шалға да. Кетсін Шал. Кеңесімен де Нұр Отанмен қоса кетсін. Кетсін. Кетпейтін болса, 16 желтоқсаннан бастап бәрінде жаппай шеруге шығып, кет дегенде ит те кетеді. Кет деп ең бастысы, мына Белоруссия халқы бізге үлгі болу керек. Полицей болсын, әскер болсын, прокурор болсын, олар да еттен сүйектен жаралғандар. Олардан көбісі халық жаққа өтеді. 3 миллионға, Рысбек айтты ғой, 3 миллионға жоқ халық, бір 30 мың қазақ шықпасақ, оның үшін не үшін біз еркек болып жүрміз? Не үшін әке болып жүрміз? Не үшін біз ел аға болып жүрміз? Одан да өлгеніміз артық емес па? Дұрыс. Көтер басыңды. Оянатын уақыт келді ма білмеймін. Бірінші Алла біледі. Одан кейін сендер намыстарың болса, еркекпін десіңдер, ер ағамын десіңдер, ата боласыңдар, ояныңдар, намыстар. Ертең біз қандай біз сара жол қалдырамыз ұрпақтарға. Әдеш біз шынымен де кешегі хан Абылайдың түсіндегіндей, біріміз қоян, біріміз бақа шаянға айналғанымыз ба, жалтақпыз ба? Бізді бабаларымыз бізге сара жол, дара жол қалдырды. Дұрыс. Соған асқа бұрып, тарихқа үңіліп, сөзін алға қадам басайық. Рахмет ағайын. Жарайсың. Армысыздар ұлын нар деп, қызы нар деп бағалайтын, шаңырақтың есілде болына үміт артқан кейсі деп қызына үкі таққан қазағым. Ал құрметті халайық бүгін мінекей біз 3 талап бойынша алаңға шығып тұрмыз. Баршаларыңыз қош келдіңіздер деймін. Осы орайда мен бір жастарға үміт тастағым келеді. Қатты қынжылып тұрмын. Неге біздің жастар әлі неден оянбаған? Неге олар әлі ұйықтап жатыр? Неге біздің алаңда тек қана біздің болашағымыз үшін үлкендер жүру керек? Қайда болсын біздің жастар әлеуметтік желі болсын, басқа болсын, жастар елдің болашағы деп көкіректен кеңге ұратын жастарымыз қайда? Неге солар алаңға шықпайды? Шықсын жастар. Ата-бабамыз бізге жерді аманаттап тастап кеткен. Ендеше біз өзімізден кейінгі ұрпаққа да бұл жерді аманаттап берейік. Ертеңгі ұрпақтан өтіп келе жатқан ұрпақтың алдында біздің жүзіміз төмен қарап салбырап қалмасын. Ел дегенде, жер дегенде басымызды бұғып қалмайық. Осы орайда мен Дәурен Досияровтың алаңдағы халыққа деген өлең оқып берсем. Армысыздар алаңдағы сөз айтайын шері болған санамдағы. Басшылардың шекпен бассыздығы 30 жылда болмады арандары. Керек емес жолға беріп ұзақ жолға жемқорлардың жеріне аларғаны. Елді істетін үкімет қайда қалды? Несиелік 100 мың арыз қаралмады. Елге әскер кіргізем деп елші қыр көрсетті. Ұлт емес біз өзге елдің бодандағы. Біздің талап несие кешірілсін, ел шықса еліне көшірілсін, жеріміз жат елдікке сатылмасын, жалға беру шаңымыздан өшірілсін. Келесі сөзді Халилхан Ибраимханұлына берем. Ассаламағалейкум қадірменді. Алла сүрді. Бүгін тамаша бір шараның өтуіне куә болып жатырмыз. Міне жерде жаңа біреу айтып жатыр, 300 адам, 500 адам іздейді.
мен той жасасам 200 адам шақырамын. Менің артымда 200 адам тұр деңіздер. Алда жалда бұл дүниеден өтіп кетсем 500 адам келеді. Сонда мен жалғыз емес екем. Әр қайсымыздың артымызда 500 адам тұр деп ойлау керек. Міне, біз көппіз. Дұрыс. Енді жаңа бір қарындасым айтып кетті, бұл жерде жастар неге жоқ деп. Біз негізі өзіміз мұсылманбыз, дініміз ислам. Құдайға тәуба, міне ля иляха иллаллах Мұхаммед Расулуллах деп мешітке барып жүреміз. Бірақ қазір осы жерде айта кететінім, бұл діни жағынан да біздің жастардың санасы көп улап жатыр. Патшаңа қарсы шықпа, билікке қарсы шықпа. Осы күніңе тәубе де. Көзі жоқ, аяғы жоқ қанша, тілі жоқ қанша. Бұл дүниеде жоқшылық көрсең, о дүниеде жұмаққа барасың дейді. Құдай-ау, бұл дүниеде біз жоқшылықта жүрсек, ертең баламыз Қытайға құл болып жатса, ата-бабамыз қылыштың, ақ найзаның ұшымен, ақ білектің ұшымен алған жеріміз біреуге беріліп кетсе, біз ертең намаз оқитын жерде қаралмай қаламыз ғой. Сол Қытайым біздің мешіттерді қиратып, мұсылмандардың бәрін қамап жатқан жоқ па? Дұрыс па? Ал енді бүгін осы жерде осы бүгінгі Жанболаттың өткізген шарасын қолдап біздің желтоқсандықтар да келіп жатыр. Желтоқсандықтар ура деп қойыңдаршы кәне. Ура! Енді тағы да шақырамын. Содан кейін тағы да кеше тағы да бір қуанарлық жағдай. Желтоқсан, Алаш желтоқсан деген ұлттық партиясын құрып жатырмыз. Түбі күш бірлікте дейді. Енді негізі, міне, бүгін айттым, кеше интернетке жазып бердім. Қолдап едік қой талайды, қолдайық бүгін мамайды. Өздері рұқсат берген соң, неужели қамайды деп қойдым. Енді жер сатылмасын. Енді мынау Жанболаттың көтеріп атқан мәселелердің бәрі біздің талма жерімізден дөп кеп тұр қазақтың. Жыл сайын банкілеріне көмекке ақша береді. Біздің ұлттық қордағы ақшаны зейнетақы қор құрыды. Зейнетке шықсаң да толық ақшаңды бермейді. Сондықтан несиелік амнистия жариялансын. Қытайға да басқаға да жер жалға берілмесін. Қазақтың жері сатылмасын. Жер, Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкенханов айтқандай, жер, тағы да жер. Жерсіз ұлт жоқ. Тілімізсіз тағы ұлт жоқ. Одан кейінгі көтеріп жатқан тақырып мына саяси тұтқындарға бостандық берілсін. Дұрыс. Аруынға бостандық. 7 ай бойы сотынан қалмай барғанның бірімен, осы халықтың күшімен, халықтың айқай шуымен бұл жігітті де шығарып алдық. Міне халқына жұмысын істеп жатыр. Қолдаймыз, қорғаймыз. Анау биліктің адамы, анау сатқын, анау анаған жұмыс істейді дегенді қою керек. Кім осындай шара өткізеді? Қолдап шығу керек. Баяғыда, бір минутқа не, баяғыда бір ауылда жау шауып, сонда еркектер аз болып қалған екен. Сонда бір әйел кеп жарымжан баласын қосып жатыр дейді. Сонда ана қолбасшы айтыпты, мына жарымжан балаңыз не істейді дегенде, жаудың атын үркітуге жарайды ғой деп айтты дейді. Сол үшін қолдаймыз, қорғаймыз, рахмет. Осындай шаралар. Жарайсың қадам. Енді саяси тұтқындарды біз ұмытпауымыз керек ағайын. Қазір абақтыда Макс Боқаев әлі де түрмеде отыр. Мына 5 жыл болды, жерді қорғап, жер үшін алаңға шығып, әлі күнге шейін біздің мүддеміз үшін сол түрмеде отыр сол азаматымыз. Макс Боқаевқа бір құрмет көрсетіп қойып, Максқа бостандық! 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 2006 жылдан бастап қазақтың шаңырағын қорғап, ол да бір қазақтың ұлтарақтай жері, осы қазағымызға бұйырсын, қазағымыз далада қаңғып жүрмесін деп, әділдік үшін түрмеге сотталған Арон Атабек әлі де абақта отыр. Аронға да құрмет көрсетейік. Бостандық! 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 Мынау қазір осы Қазақстанның абақтыларында саяси көзқарас үшін, саяси позиция үшін түрмеде отырған азаматтар аз емес. Алмат Жұмағұлов бар, Кенжебек Әбішев бар, басқа да толған азаматтар бар. Солардың барлығының бостандығын біз талап етеміз. Олар міндетті түрде бостандыққа шығады.
олар тек қана бостандыққа шықпай, мына мемлекет оларға өтемақы төлеу керек. Мемлекет олардан кешірім сұрау керек. Олар нағыз қаһармандар, олар қылмыскерлер емес. Дұрыс па? Бостандық! Анау 2019 жылдан бастап 2 жыл болды міне. Қытайдың елшілігінің алдына шығып, өткенде анау Джан Сяо Қытайдың елшісі Қазақстанға әскер кіргіземіз деп айтқан кезде 2 азамат осы Қытай консулдығының алдына барды. Мирболат Мырзатайұлы дейтін, Серік Ажыбай дейтін. Міне сол Серік Ажыбай қазір бізге келіп отыр, сөз берейік, сөзін тыңдайық. Осы Қытай экспансиясына қатысты өзінің позициясын білдіріп жүрген азамат. Азамат! Ассалаумағалейкум. Тектілігі тамырынан таймаған, 1000 жылдық тарихы жүзінде ойнаған Атырау мен Алтайдың арасын жайлаған қасиетті халық осындайда сөйлемегенде, осындайда шықпағанда қашан шығамыз? Қазіргі заманда аузында дуасы бар адамдар сөйлесіп, қолынан іс келетін адамдар шықсын. Өйткені қазіргі заман кешегі алқагөт сұламадан ары бері, не арғысы, не берік жағы болып тұр. Оны түсінген адамдар біледі. Өйткені қазіргі тексіз Қытай бізді не демеді? Қазақпен бір туғанбыз деді. Кешегі бақашаян еміп өскен Қытай мен қасқыремге Қытай қай жер туыс айтыңыздаршы. Әрине біз туыс емеспіз. Олар кеше айтты, біз Қазақстанға әскер кіргіземіз дейді. Осындайда біз шығып өзімізді азаматтық ойымызды білдірмегенде диванда жатып алып, қарқылдап күлеміз бе? Жоқ, жата-жата жамбасымыз ойылғанда барып шығамыз ба? Айт, сөйле. Мен енді дәл қазір бұрыннан бері айтып келе жатырмын, оны сіздер білесіздер. Бірақ дәлелмен, фактімен сөйлейін сіздерге. Қытай инвесторларының Қазақстанда жемқорлықты пайдаланып, заң бұзушылық әрекеттері жеткілікті. Мысалы, пара беріп тендерлерді ұтып алу, үлкенді кішілі объемдарды жұмыстардың көпшілігін өзінің Қытайларына беру. Атап өтетін болсақ, Петрострой деген Қытай азаматы Г. Пайшан ашқан компания көптен бері заң бұзушылықтар жасап отыр. Егер де біздің тиесілі органдар көз жұмбай тексеретін болса, жүздеген заң бұзушылықтар табады. Және де онымен қатар Пекиннің компаниясы Юаннал деген компания ашып, Юлин және Яужанхун деген Қытайлар көптеген сыбайлас жемқорлықпен астасып, қазақтың жерін тартып алу әрекеттеріне барған. Бұған әрине дәлел мен қолымда бар. Бұл не деген бассыздық, бұл не деген сұмдық. Және де қазақ азаматтарының бірнеше жылдан бері миллиондаған ақшаларын бермей отыр. Осы Қытайлар. Ал бұл не деген бассыздық? Сонда үлкенді кішілі жұмыстардың бәрін алып болса, біз сияқты қазақтың жастары қалай нан жейді, не жұмыс істейміз? Бәрін Қытайлар алып кетіп отыр. Ең соңында бар айтарымды бір шумақ өлеңмен аяқтан деп отыр. Құшағын ашып келгенге отырғызар төрім жоқ. Пышағын тығып келгенге ашатын менің жерім жоқ. Күн сөнсе де сөнбейтін, мың өлсе де өлмейтін тектілердің жерінде тексіздерге орын жоқ. Келесі сөзде мына Сәбитбекұлы Қайсар осы жер мәселесіне байланысты айтады. Ассалаумағалейкум, құрметті отандастар. Менің мынау айтайын дегенім, ең бірінші мынау Жанболат Мамай бауырымыз айтып жатыр ғой. Микрофон жақынырақ ұстасын. Ең бірінші айтайын дегенім мынау тіл мәселесі. Тіл жойылса, ұлт жойылады. Дұрыс па? Дұрыс! Сондықтан мынау Назарбаев айтады. Орысша сөйлесте, орысша жауап беріңдер дейді. Бұл қандай бассыздық бұл, айтыңызшы. Ал енді Тоқаевымыз айтады, орыстар, қазақтар орыс тілін жақсы сөйлесін дейді. Кім өзі қалайды, соны сөйлесін. Дұрыс па? Өзі үйренсін. Бірақ бұл жерде ең басты тіл қазақ тілі болу керек. Дұрыс. Мемлекеттік тіл. Ең басты тіл. Ана орыс тілін алып тастау керек. Атағаннан алып тастау керек орыс тілін. Дұрыс па? Дұрыс. Сондықтан билікке талап қояйық бәріміз бірге. Мынау нағыз бассыздық. Басқа мемлекеттің тілін қолдап жүрген президент, елбасы бізге керек пе? Керек емес.
қажеті бар? Жерімізді сататын. Қажет жоқ. Қазақтың жерге таптайтын. Онда елбасылар керек пе бізге? Керек емес. Орыстарға барсын. Қазағым, елім, жерім деген адам жүру керек. Дұрыс па? Алматыға жүру керек. Жерді бір сантиметрін сатуға ақысы жоқ олардың. Олардың өздерінің жер ма? Мына жер сататын олардың өздерінің жер ма? Халықтың жері, дұрыс па? Өзінікі болса да сатпасын. Қазақтың жері. Ата-анамыз қанын төгіп қорғаған жер, дұрыс па? Дұрыс. Олардың жерді сатуға қандай қақысы бар? Назарбаев, Тоқаев, тыңдаңдар. Сендердің мынау жерді, мынау тілді қорлап, жерді сатпаңдар. Орындарынан кетіңдер. Дұрыс па? Дұрыс. Біз тілімізді қорлап бітті. Бізге не? Сонда не? Біз орыспыз ба жоғында? Қытайдың сөйлеп жүрген анау. Шанчун, манчун сөйлеп жүрген. Оларға неге тыйым салмайды? Шағын шығару керек олар. Президент көп отыр онда. Бұнда елбасының не керек бар бізге? Онды халықтың мүддесі қолдамайтын. Президенттің ең бірінші міндеті халықтың тілін қолдау, қорғау. Ол гарант ол. Үшінші дінін қорғау, екінші дінін қорғау, үшінші жерін қорғау. Одан кейін халықтың әл-ауқатын көтеру. Дұрыс па? Жағдайы жасау халықтың. Халықтың жағдайы жасамаса, неменеге отыр? Бүгін қазақтың байлығын таратып, тала-таражға салып. Назарбаев келмей тұрғанда Қазақстан бай болатын. Дұрыс па? Бәрін тала-таражға салып құртты қазақтың жерін. Тілін ол, орысша сөйлесе орысша жауап бермейді. Халыққа қамқор болу керек қой бұл билік. Бала туатын кезде дейді. Өкіметпен ақылдастың ба дейді. Басы бар адам осылай сөйлей ме? Өкімет бала туатын кезде ақылдастың ба дейді. Осындайдан сөзбеген ме? Ойлаңдар сөздер, айтыңдаршы. Бұл масқара ғой бұл. Өкімет халыққа қамқор болмаса неменеге өкімет болып отыр ол? Айтыңдаршы. Өкімет халыққа қамқор болу керек. Ол халық болмаса ол өкіметтің не керегі бар бізге ондай өкімет? Басқа бір ұлттың тілін қолдайтын, басқа Қытайға, басқаға жерді беретін өкімет бізге керек пе? Керек емес. Құрысын бұндай өкіметтің көзін құрту керек. Қазақтар жиналыңдар. Бұндай сатқын, опас биліктің көзін құрту керек бізге. Біз жойылып кетеміз мына түрімізбен. Бәрі орысша. Орыс тілі керек пе бізге? Керек емес. Құрметті ағайын, мен тыңдағандарыңызға жалмай бауырымызға расымен халық көп үшін болады. Рахмет. Мен жасымда 83-те. Жақынырақ ұстаңыз микрофон. Жігітімін деп жүрміз. Рахметтері келген. Жасыңыз тағы айтып қойыңыз. Қазақ еліміз аман болсын. Елімізде исламды болған, әбдетті болған, демократия болған, әрбір қазақ бір-біріне мейірім шапаға бауырмандық қайған жаман болсын. Жеріміз сатылмады, қазақта жер сатылған емес бір. Жер ана, ертең шынамыз жерге барамыз. Жер сатылмасын. Жердің бәрі менде элементтердің барлығы бар бізде. Біздің немере шөберімізге бәрі бұйыратын заман болсын келешекте. Енді келешекте осы бір атап перзент, жамағаттың атап перзент басқаратын заман болсын. Тілін, жерін, тілді атап перзент басқаратын заман болсын. Айналайын. Ұлдарымыз өссін, қыздарымыз өссін. Ұлдарымыз білекті болсын, елді қорғайтын. Білімді болсын, елді басқаратын. Қыздарымыз қылықты болсын, ардақты адам болсын. Отарлықтарын тәрбиелейді. Шағдарымыз ғұрыпты болсын. Жастарға өнегесі бар, тәрбиесі бар. Бес уақыт ораза намазы бар. Шағдарымыздың ердетін адалдық болсын. Адал тілектерін қабыл болсын. Алла Тағала сендердің сөздерді қабыл етсін. Қабыл болсын тілектерін. Құдайым жеңіске жеткейміз. Рахмет, әумин, айтқаныңыз келсін. Енді қазір мынау біздің ортамызда бір өнерлі қазақтың жастары бар, солардың бір өнерін тыңдайық. Масқара ғой. Халықтың қашан жағдайын жасайды өкімет. Несіне отырып отыр. Кетсін өкімет. Қайырлы күн баршаңызға. Кәнекей ортаны кішкене ашсақ. Сәл ашсақ.
Tabii ki aşırı yaşamalı. Onlar başarılığa layıklı емес, дұрыс қой? Халықтың мәселесіне құлақ аспайтын болса, біз Тоқаев кетсін, Назарбаев кетсін деп митингке шығамыз. Ешкімізге тосқауыл бола алмайды. Шығамыз ғой. Келесі сөзді Бекен ағамыз бар, енді регламентпен айтсаңыз. Бірінші жас болса да бүтін республикамызға айтып демократиялық партия құрайық деп айланысып жүрген Жанболат елімізге үлкен рахмет. Алматы қаласының әкімі Жанболатты есігін толтырып жүрмей рұқсат етті. Енді бір секунд тыңдаңыз. Мен үйде тұрған жасы 80-дегі оппозиционермін. 80-де үйде тұрған оппозиционермін. Ал енді 19 март 2019 жылдан бастап Тоқаевтың атына 24 пен 45 адамның астынан бәріміз қол қойып хат жаздық. Onдағы жазғарымыз бірінші жер сатылмасын, жалға берілмесін, қазақта бір Қытай қалмасын. Саясатпенен өтірік құрастырылып түрмеге отырғызылған анау Арал інімізден бастап бар саясаткерлер республикадағы шеттен босатылсын. Ассоциация деген бір пәле бар, әлгі адамдағы аппендицит сияқты. Ассамблеяда ешкім жүрмейді ғой. Дереу пышақпен алдырып тастаймыз. Аппендицитті сол ассоциацияны құрту керек. Парламент керек. Жер сатылмасын, адалдық болсын. Көшеге шыққан 5 адам, 20 адам ана көшедегі милициямды боқтаған жоқ, тегізген жоқ, ешқандай жаман сөз айтқан жоқ. Сондықтан Тоқаев осыған сіз шара көріңіз. Мен соңғы рет хат жаздым. Сізден жасырған түгі жоқ. Телехабар таратып жүрген әріптесіміздің пікірін білейік. Серік мырза, қалай жалпы журналистерге жаңа ереже бойынша жұмыс істеу? Өзгеріс байқадыңыз ба өзіңіз? Жеке басым ешқандай өзгеріс байқаған жоқпын, бірақ журналистерге арналған бір дайындап, журналистер орталығы біз мынандай прессаның наклейкаларын беріп жатыр екен, аты жөніңді тіркеп аласыз. Өзгеріс oldu mu? Сол жерде телефон зарядтауға болады деген сияқты. Сондай өзгерістер бар деп ойлаймын, жалпы былай. Мұнда журналистер өздерінің жеке аты жөнін жазып жатыр, оны әкімдік суретке түсірді. Қалай ойлайсыз, бұл ешқандай заңға қайшы немесе бір бақылауға алынбаса қалай жасалып жатқан шара емес пе? Оған дейінгі негізі шерулерде де сондай болған. Ол кезде бірақ алдыңа келіп, құжатыңды сұрайды. Қазір де сондай болып жатыр. Бірақ алдыңа келмесең де, ана жерге барып мынандай дүние алатын болсаң, тіркелесің міндетті түрде. Суретке түсіріп алды. Менің ойымша сондай деп ойлаймын. Қандай журналист қай уақыттан келді, соны бақылау үшін алып жатыр. Көп рахмет Серік мырза. Журналистер жұмыс бойынша қараған жоқ. Сүйреп алып барып отырғызып қойды, бірақ штраф арапына салған жоқ. Сондықтан демократиялық партиямызды тез арада тіркетсін. Енді халықтан, қарапайым халықтан бастықтар құтылмайды. Халық ұнамаса, ол бастықтар кетсін. Енді мынау Тоқаев саяси реформалар туралы айтып жатыр кеше. Билік айтады, біз саяси реформа жасаймыз, өзгеріс жасаймыз. Қазақстанда саяси партиялар керек дейді.
Кеше мен әдейі жариялаған жоқ мына митингтің алдында. 2 полиция қызметкері үйге келіп тұр. Маған айтады, сіз тіркелмеген демократиялық партияның жұмысына қатысқаныңыз үшін әкімшілік іс қозғап жатырмыз дейді. Соған үлкен айыппұл салу керек, сотқа бергелі жатырмыз сізді дейді. Мен айтам, сіздер өздеріңіз біздің съезге, мына биліктің өкілдері, мына әртүрлі күштік құрылымдар өткенде 22 ақпанда съезд өткіземіз дегенде қаншама адамдарды апарып абақтыға қамады. Жаңаөзенде Мұратбай Жұмағалиев деген азаматтың көлігін өртеп жіберді. Пойыздардан түсірді. Саяси партияны тіркеуге Қазақстанда ешқандай мүмкіндік бермейді. Ал енді саяси партия құрам десе осындай әкімшілік істер қозғайды екен. Сондықтан міне осындай жағдай болып жатыр. Анау биліктің саяси реформа деп жатқаны. Өзгерістер болады, саяси партиялар тіркейміз, бейбіт жиындар өткіздіреміз дегеннің барлығы бос сөз, өтірік сөз. Саяси реформалар мына билік кеткеннен кейін басталады. Басқа ешқандай жол жоқ деп ойлаймын. Ол үшін барынша осындай митингілерге шығуымыз керек. Бүгін сол 500 адам шықсақ, ертең 5000 шығайық. Одан кейін 50 000 шығайық. Сол кезде өзгеріс болады. Халық жасайды саяси реформаларды. Тоқаев жасамайды, адам жасамайды, Қазақстанның халқы жасайды, басқа жолы жоқ. Келесі сөзді, мынау өздеріңіз білесіздер, ақпан айында Қордайда үлкен бір қақтығыс болды. Сол кезде осы біздің Дархан Абдрахым деген бауырымыз бар. Осы Қордай қақтығысында қайтыс болған азамат. Әлі күнге шейін қылмысы ашылған жоқ. Кім атты, кім өлтірді, қалай қаза тапты, ешкім билік жауап беріп отырған жоқ. Бұл жерде де күдікті мәселелер көп деп есептейміз. Міне сол Дархан Абдрахымның туған ағасы Амантай Якубов деген азамат келіп отыр. Осы демократиялық партияның мүшесі. Сол кісіге сөз берейік. Қазақ халқы мына жерде енді өте дұрыс мәселелер көтеріліп отыр. Несие кешірілсін, мына Қытай экспансиясына қарсы мына саяси тұтқындар бостандыққа жіберілсін деген өте дұрыс мәселелер. Енді осы бір мүмкіншілікті пайдаланып мен тағы қысқаша қосып кетейін. Қазақ халқы, қазақ жастары кішкене бас көтеріңдер, ояныңдар, ұйықтап жүре бермеңдер. Біз жаңа кішкене сұрамасақ, ешкім ештеңе бермейді. Сосын Қазақстанда тұратын басқа ұлт өкілдері. Көп біз 130 ұлттың өкілі тұрады деп мақтанамыз. Сол басқа ұлттың өкілдері де осындай бейбіт шеруге шақырамын. Сол мен айтайын деген көзім. Тәуелсіз бақылаушылар деген бір азаматтар бар, өздеріңіз білесіздер, өткен сайлауда шыққан, соның өкілі Ерлан Байсары сөз пікірін айтады. Ассалаумағалейкум, құрметті отандастар. Ассалаумағалейкум, құрметті отандастар. Менің атым Ерлан Байсары, өзім тәуелсіз бақылаушымын. Я сам по специальности экономист, поэтому я говорю про то, что в чем разбираюсь. Я поддерживаю кредитную амнистию, требования кредитной амнистии, которые выдвинул инициативная группа Жанбулата Мамая. Я требую провести правительству кредитную амнистию. Казахстан жасасын. Дело в том, что народ Казахстана брал кредиты от безысходности. Работы достойной нету, доходов нету. И первое, куда они идут в банки и берут кредиты. Эти кредиты давят на народ, на наш казахстанский народ. И поэтому по экономике инициативная группа все рассчитала и обратилась к правительству Казахстана. Кредитная амнистия – это возможный вариант. Цифры сопоставимые. Правительство Казахстана реально может провести кредитную амнистию. Я требую провести кредитную амнистию. Казахстан жасасын. Тағы бір күй тартатын азаматымыз қайда? Ары қарай не істейміз? Жамбыл Рахматулла оқиды, құрады. Рахматулла. Қадірлі ағайын, 2020 жыл Қазақстан үшін де, жер жаһан үшін де аса ауыр кезең болды.
Бүкіл әлемде пандемия жаулады. Өндіріс ошақтары тоқтады, халық жұмыссыз қалды. Әлемдік экономика $10 триллион құрайтын шығынға ұшырады. Қазақстанда да жағдай мәз емес екені түсінікті. Наурыз бен жағдай тұсында миллиондаған адам жұмыссыз, сәйкесінше табыссыз қалды. Одан кейінгі карантин кезінде де халық бұрынғы табысына қайта қол жеткізе алған жоқ. Ресми деректер бойынша қазірдің өзінде Қазақстанда 1 миллионға тарта адам жұмыссыз отыр. Ал қыс айларында тағы да пандемия асқынатын болса, 4,5 миллион адам, яғни елдегі бүкіл жұмыс күшінің тең жарымы жұмыссыз қалмақ. Осына қиын қыстау кезеңде мемлекеттің халыққа берген көмегі жоққа тең деп айтуға болады. Төтенше жағдай кезінде төленген 42.500 теңге қолдау бола ма? Жоқ. Мысалы, ақш карантинде әрбір ересек азаматқа $1200, әр балаға $500 төледі. Жапонияда әрбір азаматқа $1000 төлесе, Оңтүстік Корея 800, 300 және $800 арасында көмек көрсетті. Сол сияқты басқа да елдерде халыққа карантин тұсында өмір сүруге жеткілікті деңгейде жәрдем берілді. Әлемдік статистиканы зерделеп қарасақ, Қазақстанда берілген көмек бұл $90 шамасындағы қаржы жаһандағы ең төмен деңгейде екен. Яғни Назарбаев Тоқаев билігі халыққа дұрыс көмек беруге де жарамады. Ал енді жұмысынан айырылған, табысы жоқ халық алдағы уақытта несие борышын қалай өтейді? Осы себепті біз Қазақстанда несиелік амнистия жариялау деген мәселені көтеріп отырмыз. Несиелік борышты кешіру басқа елдерде де болған тәжірибе. Мысалы, Біріккен Араб Әмірліктерінде несиелік амнистия жарияланды. Монғолияда 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап барлық зейнеткерлердің несиесі кешірілді. Грузияда 600 мыңға тарта адамның $1,5 миллиард. Олай болса, қазіргідей ауыр кезеңде амнистия жарияланды. Неге халыққа көмек көрсетпеске? Сараптап қарасақ, 2020 бастап күні бүгінге дейін жеке 10 триллион теңгеге жуық қолдау берілген. Бұлардың барлығы Назарбаев отбасы мүшелеріне тиесілі банктер. Солардан 1 теңге қазынаға қайтқан жоқ. Неге олигархтарға көмек көрсетеді, миллиондарға кешірілмейді? Әділдік қайда? Біз ірі кәсіпкерлердің, олигархтардың несиесі кешірілсін деп отырған жоқпыз. Біздің айтып отырғанымыз 5,5 миллион қарапайым халықтың несиелік борышы. Олигархтар үкіметтен алған ақшасын қайтарсын. Тоқаевтың мәлімдемеуінше ұлттық қорда да қаржы бар. Bir жылдың ішінде Тоқаевтың жобаларына 2 триллион теңге қарастырылды деп мәлімдеді. Бұл ақша тағы да талан-таражға түсіп кететініне еш күмән жоқ. Осы уақытқа дейін коронавирус індетіне қарсы бөлінген $14,5 миллиард қайда? Жоқ болып кетті. 2020 жылда ұлттық қордағы ақшада жұмсауға болмайтын деңгейге түседі дегенді ұлттық банк төрағасы мәлімдеді. Сонда осыншама қыруар қаржы қайда кетпек? Оның жауабы жоқ. Бұдан гөрі несиелік амнистия жариялау нақты әрі тиімді қадам. Бұл халыққа да анық көрінетін көмек болмақ. Осы себепті біз Назарбаев пен Тоқаевтан елдегі несиелік амнистия жариялап, халықтың борышын кешіруді талап етеміз. Егер жақын арада несиелік амнистияны билік жарияламаса, біз қоғам болып, өзіміз осы қадамға барамыз. Яғни, барлығымыз бір уақытта несиелік борышты өтеуді тоқтатамыз. Тағы бір маңызды мәселе – жердің тағдыры. Жер шетелдіктерге жалға 25 жылға беріледі деген кодексте көрсетілген нормаға жарияланған мораторий жақын арада аяқталады. Тоқаев, жер шетелдіктерге сатылмайды дейді. Мәселе сатылуда емес, бұл биліктің құйтырқылығы. Сатылмағанымен жерді 25 жылға жалға беру деген сөз, одан басы бүтін айыру деген сөз. Қытайдың компаниялары мен азаматтары қазақтың жерін 25 жылға жалға алса, одан кейін бұлардың кетпейтіні анық. Сондықтан жер шетелдіктерге жалға берілмейді дегенді кодекске анық енгізуіміз тиіс. Онсыз наразылық акциялары тоқтамайды. Митингілер жалғаса береді. Бүкіл халық болып жерді қорғаймыз. Жер отан, жер анамыз. Жерді шетелдіктерге жалға бермейміз. Жерден айырылсақ, тәуелсіздіктен де, мемлекеттен де айырылатынымыз сөзсіз. Жерді қорғайық, жер шетелдіктерге жалға берілмесін.
Үшінші басты мәселе Қытай елшісіне қатысты позиция. Қытайдың Қазақстандағы елшісі Джан Цяо, егер қазақ еліне түрлі түсті төңкеріс орын алса, Қытай әскері билікті қорғайды деген мағынада мәлімдеме жасады. Бұл ашықтан ашық бізге әскери интервенция жасаймын деп басынуы. Бұл Қытайдың басқыншылық саясат деп білеміз. Елге соғыс ашамын, әскер кіргіземін деген елші бір күнде Қазақстанда тұрмауы тиіс. Ондай елшіні дипломатия тілінде персона нон грата деп атайды. Яғни елге кіруге болмайды. Қытай елші де Қазақстаннан кетуі тиіс. Бірде-бір елшінің елдің ішіндегі істерге басылуға қақысы жоқ. Екінші жағынан бұл жалғыз Қытай елшінің позициясы емес, бұл Қытай үкіметінің көзқарасы. Сондықтан Қытай экспансиясынан сақтықпен қарап, экономикалық тәуелсіздігімізді қорғауымыз тиіс. Қытайға жер асты байлықтарын оңды-солды беру тоқтатылсын. Бейбіт митингінің қолдаушылары елдегі саяси тұтқындарға да бостандық беруін талап етеді. Қазақтың шаңырағын қорғаған Арон Атабек әлі күнге дейін абақтыда отыр. Денсаулығы нашарлады. Біз Арон Атабектің, жер батыры Макс Боқаевтың, Алмат Жұмағұлов, Кенжебек Әбішев және де басқа да саяси тұтқындардың азаттығын талап етеміз. Олар бір күнде түрмеде отырмауы тиіс. Босатылып қана қоймай, мемлекет оларды жазықсыз түрмеге қамаған үшін өтемақы төлесін. Сонымен бірге Тоқаевтың саяси реформалар туралы уәдесі бос сөз болып қалғанын баса айтамыз. Әділет министрлігіне 1000-нан астам бастамашыл топ мүшелерін тізімін беріп, съезд өткізуге дайындалған демократиялық партияның құрылтайын билік күшпен тоқтатты. Тоқаев президенттікке келгелі елде бірде-бір партия ресми түрде тіркелген жоқ. Алда парламент сайлауы келе жатыр. Оған қатысатын халықтың қолдауына ие болып отырған бірде-бір тіркелген саяси партия жоқ. Нұр Отанды мысал қолдайсыздар ма? Солай. Барлығы биліктің қуршықтары сайлау туралы заңға да түбегейлі өзгерістер қажет. Көріп отырғанымыздай Тоқаевтың саяси реформа жүргізем деген уәдесінің бәрі де халыққа айтылған кезекті өтірік болып қалды. Елде түбегейлі әрі жан-жақты саяси реформалар жүргізілмей, үлкен дүмпудің қаупі сейілмейді. Бұл Назарбаевқа айтылған соңғы ескертуіміз. Біз бүгінгі митингіде билікке нақты осындай талаптарды қойдық. Егер бұл талаптар орындалмаған жағдайда, алдағы уақытта қайта митингіге шығатынымызды ескертеміз. Осы қарарды қабылдаймыз ағайын. Рахмет. Ардақты ағайын, мына жерде өте маңызды жағдай бар. Біздің осы несиені демократиялық партия, Жанболат Мамай бастаған демократиялық партия осы несие мәселесін көтергелі біраз уақыт болды. Пандемия бастағаннан бастап. Бірақ осы уақытта бірде-бір биліктегі бір шенеунік, ол ұлттық экономика министрі болсын, немесе елге белгілі азу-алты қарыс бір экономист болсын, біздің талабымызды орынсыз деп айталған жоқ. Тек қана қатардағы бір экономист деп бір ортан қол біреулерді билік шығартып қойды. Демек бұл не? Біздікі орынды. Бүкіл дүниежүзінде болып жатқан жағдай. Басқа елдерде тыныш уақытта, бейбіт уақытта болған несиені кешіру деген. Ал бізде осындай пандемия уақытында әрине көптеген адамдар айтады, несиені өзі алды ма, өзі төлесін дейді. Дұрыс. Барлық адам өзі алып, өзі төлейін деген олар алған кезде. Бірақ осындай қиын қыстау заман болады деп кім ойлады? Осындай пандемия болады деп, жұмыссыз қалады деп кім ойлады? Назарбаев 96 жыл айтқан. Әр халық өз күнін өзі көрсін деп. Содан бері қазақ халқы өз күнін өзі көрді. Ештеңе сұраған жоқ. Тіртінектеп бір басында 2 кредиттен соны төлеп, пәтерін жалға алып жұмыс істеді. Ал қазір жұмыс істеу мүмкін емес. Қаншама жұмыс орындары жабылды. Сондықтан біздің талабымыз орынды. Біз мойымаймыз. Халық бір аз мыңға жетпей қалды деп күресті тоқтатпаймыз. Біз халыққа ренжімейміз. Бұл біздің халқымыз. Біз халыққа ешқандай ренжіміз жоқ. Біз халықпен әлде де жұмыс істейміз. Біз соңына дейін күресеміз. Біздің талабымыз орынды. Біз мойымаймыз ағайын. Барлықтарыңызды келесі митингке жарияласақ, оған да келулерге шақырамын. Көрдіңіздер ғой, ешкімді құдай алмайды. Әрқайсыңыз осы келгендеріңіз туған туысыңызды, көрші қолаңды, дос жаранды ертіп келіңіздер. Бірлік керек ағайын. Елдігімізді көрсету керек. Рахмет. Бірлік керек. Бірлік. Бүгінгі митингіні көріп ойлауы мүмкін. Біз енді ойымызға келген жасаймыз. Қандай шешімдер болса да шығара береміз. Халық көшеге шықпайды екен деп. Оның барлығы өтірік. Халық аяқ астынан көшеге шықпайды керек болса. Беларусьта ешкім күткен жоқ. Кеше араб елдерінде ешкім күткен жоқ.
Украинада ешкім күткен жоқ, аяқ астынан халық көшеге шығып, авторитарлық, диктаторлық мемлекеттерді, сол режимдерді тас-талқан етеді деп. Сол сияқты Қазақстанда да болады. Мынау қазір Нұрсұлтан Назарбаевтың режимін қолдайтын Қазақстанда қазақ жоқ деуге болады. Бір адам қолдамайды қазір бұл билікті. Бір адамның арасында беделі жоқ бұл биліктің. Сондықтан олар қазір мынау тағы да халықты алдау үшін алдағы парламент сайлауында праймериз дейді, басқа дейді. Ол мынау жаңадан саяси партияларды тіркемеу үшін жасалып жатқан нәрсе. Қазақстанда жаңадан саяси партиялар болмасын. Оппозициялық саяси партиялар алда өтетін парламенттік сайлауға қатыспасын. Ешқандай бізге мына билікке балама болмасын деп жасап жатқан әрекеттері. Біз айтамыз, алдағы парламент сайлауы егер Қазақстанда жаңадан оппозициялық партиялар тіркелмесе, алдағы парламент сайлауға оппозициялық партиялар қатыса алмаса, онда жаңадан сайланатын парламент заңсыз болады, легитимді емес болады. Ол депутаттар халықтың қалаулысы болмайды. Сондықтан Қазақстанға саяси реформа керек, белсенділікті күшейтейік ағайын. Қазір мен көріп отырмын. Мына әлеуметтік желілерде ондаған мың адам көріп отыр біз тікелей эфирде. Ондаған мың адамды. Бірақ осы жерге 500 адам жиналып отыр. Мына смартфондарды тастау керек, телефондарды тастау керек, алаңға келу керек енді. Көшеге келу керек. Тым құрса бір төбесін көрсетіп кету керек әрбір қазақ. Сонда ғана ана билік ойлана бастайды. Сонда ғана мына халықтың мәселесіне назар аудара бастайды. Ал егер аз адам шығатын болсақ, ешқандай мәселе шешілмейді. Өйткені бұл билік бір-ақ нәрседен қорқады, анау арыздардан қорықпайды, қағаздардан қорықпайды. Тек қана халықтың көшеге шығуынан қорқады. Сондықтан келесіде міндетті түрде біз белсендірек болып, бұдан әлде қайда көп болып шығуымыз керек. Бұдан әлде қайда белсенді болуымыз керек. Мынау көп адам жаңа митингке шықса, ойбай құртады, қудалайды деп ойлайды. Ешқандай бұл билік түкте жасай алмайды қазір халыққа. Халық деген күш, биліктің бастау көзі халық. Ешкім ештеңе жасай алмайды. Бір-бірімізге қорған болайық, белсенді болайық. Келесіде біз мынау енді көп адам сұрап жатыр. Несиелік амнистия мәселесі, басқа мәселелер қалай болады деп. Ол бір күнде шешілмейтін мәселе. Біз ойладық, бүгін 5-6 мың адам шықса, онда биліктің өкілдері осында келер еді. Өздері аяқтарымен келіп, халықтың алдында есеп берер еді. Бірақ әлде жұмыс жасау керек дегенмен, әлде шақыру керек. Біз әлде митингілерге шығамыз, әлде жиындар өткіземіз, әлде талай мына биліктің бұлықтарын ашамыз, күресімізді жалғастырамыз. Сондықтан біз міндетті түрде түптің түбінде жеңеміз ағайын. Міндетті түрде ол халықтың қолдауына ие болмаған билік еш уақытта сол елде салтанат құрып отыра алмайды. Ана Лукашенко қанша Ресейдің әскерінің артына тығылса да, Лукашенко қанша ОМОНның артына тығылса да, ешқандай беделі жоқ, ол құлайды бәрібір. Сол сияқты Қазақстанда да халықтың талабына құлақ аспаса, халықтың сөзіне құлақ аспаса, бұлар ұзаққа бармайды бұл билік. Бәрібір бұлар да кетеді. Дұрыс қой? Сондықтан енді бүгінгі митингімізді осымен біз аяқтаймыз. Сағат 2-ге дейін де біз жазғанбыз, уақытымыз бар. Сөйлейін деген азаматтар болса, міне журналистер бар. Сөйлеңіздер, пікірлеріңізді айтыңыздар, мына плакаттарыңызды көтеріңіздер. Ешқандай проблема жоқ. Қазір әрбір адам өзі бір журналист болып кеткен ғой. Смартфоны бар, телефонына түсіреді, бүкіл әлем көріп отырады. Сондықтан барлықтарыңызға рахмет. Міндетті түрде тағы да жиналамыз, тағы да митингілер өткіземіз, тағы да жиындар жасаймыз. Барлықтарыңызға рахмет бүгін келгендеріңізге. Сау болыңыздар.